Бәріне сәлем. Бүгін мен Тегіл деген көлікке суға түсуге барайын деп жатырмын. Бүгін қыркүйектің 6-сы күні. Осыдан 1 жыл бұрын Берлинге көшіп келіп едім. Бүгін 1 жыл болып қалыпты. Бүгін күн далада 30 градус болғандықтан осы жазда бірінші рет суға түсейін дегенім ғой. Мына менің үйдің ауласы уже шөп сарғайып жатыр, ағаштар сарғайып жатыр. Күз келейін деп қалды. Мен жаңа үйге көштім осы соңғы айдың ішінде. Жаңа мекемем қазір Шпандау деген ауданға ауысты. Шпандау деген ауданда тұратын болған. Берлиннің батысы. Маған қазір М37 деген автобусқа отырып Ратхау Шпандау деген жерге бару керек. Сол жақтан сосын екінші автобусқа отырып 137 ма, білмеймін точно атын. Сонымен мен ары қарай кетемін. Берлиннің өзінде Тегелден басқа Хавель деген көл бар, сосын тағы Вензи деген әртүрлі көлдер бар. Сулар жақсы сияқты. Мен анау жыл осы қазір суға түсуге барайын деп жатқан жерді қарап кеткем. Бірақ ол кезде суға түсетін киімдерімді алмап едім. Сондықтан жай аяғымды ғана суға батырып қайтып келгем. Ал бүгін болса күн ыстық болып тұрған кезде суға түсіп кейін деген. Сол. Автобуспен келіп қалдым. Где-то үйіне 45 минут уақыт қалды. Қазір жағалауға бара жатырмын. Адамдар болса түсірмейтін шығармын оларды, бірақ суды түсірермін. Аққуды көлдерін осылай. Міне осындай су қатты таза деп айтқан болмын. Кәдімгі Қазақстанда көлдер, өзендер сияқты. Су астында жасылдау, водоросли деймін, сол шығар. Ары қарай мына жақтан міне кемелер емес, катерлар әртүрлі анау жүзіп жүр. Суға түсетін жай жақсы жер екен. Судың температурасы енді білмеймін, бірақ комфортный. Бір рет суға кірсең болды. Бас кезінде қиын, бірақ сосын нормально. Мына жерде ограничительная зона. Судың тереңдігі ақырын көтеріледі екен, бұлай резко емес. Сосын жағалау где-то бір 20-30 метр шығар. Асты бәрі құм. Судың астын тоже вроде құм сияқты бірдеңе. Мүмкін құм емес, балшық шығар. Но осылай суға түсіп жүруге жақсы екен. Мына жерде арасында кеме сияқты бірдеңелер жүреді. Жалға алып жүруге болады. Ең қызығы осы жерде сен жүзіп жүрсең, қасыңда жаңағы аққу, үйрек, соның бәрі жүзіп жүреді. Сондықтан судың тазалығына не гарантирую. Соға міне қасымда аққу. Арамызда 1,5 метр шығар. Суға түстім. Енді жағалау прям күшті керемет деп айтпаймын, бірақ тегін жағалау үшін жаман емес. Дәретханасы бар, киім ауыстыратын жері бар. Енді сол суға түсіп кішкене 15-20 минуттан мүмкін жарты сағат түскен шығармын. Енді үй жаққа қарай жолға шықтым. Келесі рет басқа жерге кетсек шығармын, өйткені мына жер шыны керек қатты маған жоқ. Өйткені кішкентай жер үшін адам көп. Жоқ, бәрі таза, аккуратный. Мусор ештеңе жоқ. Жақсы.